TV biz bugun YouTuber Тайконды жалғастыратын боламыз. Кеттік. Өткенде YouTuber Тайконның көп просмотр жинағаннан кейін, меніңше көп просмотр, сол үшін келесі сериясын түсіруді шештім. Достар, қатады ғой телефон. Өткенде де қатты дәл осылай. Келалиде. Мен жасадым нормально, Фип сундука инсына градим китгаламак. Дейді. Руссо икры. Нормально, ненормально. Видно? Тыпыте-тыпыте-че. Туртле. Риориононо. Кофейне. Руатыс. Тыпыте-тыпыте-тыпыте-тыпыте максыз. Ой, енді кіріп бастады. Давай. Жақсы болды ғой. Деп айта алмаймын. Кеше мен бірінші этажды бітірген болатын. Бүгін енді екінші этажды бітіретін боламын. Телефон енді жестко қатып отыр. Телефон емес, сет қатып отыр. Мынаны қояшы. Ол? Басайын. Келіңдер төбелесемізде. Брячки на минго. Там постану. 82.000 көрерменім бар. Чотам дейді. Не айтасыңдар маған енді. Второй этаж, бірақ сет жаман қатып. Килла. Жестко сет қатып. Чтенник давай. Осыны жақсы. Шартқа айырмап дейсің ғой. Жоқ, шартқа айырмап. Кеттік. Өлең қос. Айлдым. Аттым Малихан. Достар, маған тіркеліп лайк басып кетсеңіздер, тағы да осындай видеоларды жиі салып тұратын боламын. Мен өткені видеомда егер көп салып жүрмей жатсыздар десеңіздер, менде уже ынта біте бастады. Қандай видео жасасам болады? Уже бітіп жатыр. Компьютерге жазып кетсеңдер, келесі қандай видео түсірсем болады? Компьютерге жазып кетіңіздер аттарын. Мен барлығын көріп, сол видеоны, сол жазған адамның видеосына, сол жазған адамның комментариясына окей деп белгілеп кететін болам деп ойлаймын. Атақты болып кеттім ғой, көрдіңіз ма? Шуақ. Дайлинде. Сетоска қатып отырмын. Өлең жосқа. Биле. Бірінші болған кезде, жаман. Бірінші видео салған кезде, жаман қорықтым ғой кездегі сол жүзінде. Опыт бітіп қапты, бұрында менде 1000 подписчик болды. Бірақ бұна видео салатын едім. Мен өз ойымнан видео салатын, влог салатын едім ол жерде. Ол жерде бұрында менде 1000 подписчик. 50-100-ге жетіп қалды видеолар. Мен негізі видеоны уже шабыттан, мен видеоны шабыттан түсіретін болдым. Бірақ сіздер шабытты тоқтатасыздар, вообще тіркеме, сосын тіркеме басып кетсеңіздер, шабытым оянып кетеді. Негізге сізден мен шабыт алам ғой деп. Шабыт туралы кетсіз бүкіл видео. Жумалтымын. Вау. Қой қателік сәулетіге. Мен олар сеп болам, мен таза оған түспекпін. Сәлем достар, мен влог түсіріп жатырмын. Мен бүгін Рюдің үйіне кіріп шығатын боламын. Сек бекшті. Жоқ. Ай-яй-яй-яй.
грабитель дейміз. Неймар. Like. Бірақ жаман ұрады достармен. Достармен біреуіне блок түсіргім келіп жүр, бірақ ол есікті ашпай жатып кетіп грабитель жасайтын ғой. Мана несінде? Грабитель қашып қоймады. Қол жаңа тоғыздан қойса отырсын. Достар, осымен влогты сау саламатта болыңыздар. Влог көрсетесінде видеода бастайды. 902 мыңға аз қалыпты ғой. Ronaldo. Sonda Hazard. Benim dostum için de çok iyi koymamız lazım. Bir koyalım. Öbür koyacak kesin. Dostum yaşayacak. Yavaş gibi yaşayacak. Мендегі қазір жасап жатыр. Тағы да Асылтан Король деген каналға да тіркеліп отырыңыздар. Аккаунтын ссылкаға қалдырып қоямын. Окей. Мен қазір штопқа қоямын да. Ақшаларын бәрі жиналып, сосын WhatsApp-қа ойбай, екінші этажда бітіретін боламыз. Покачал десең. Стоп. Достар, міне уже мен ойбай келдім. 50 мың ақшаларды жинап, және мен 175 мың жасап аламын. Мынаны жасап аламын. Нормально. 225 мың ебай. Достар. Тіпті дауысым шығармай кетті дейсің ғой. Кеттік. 5 мыңға қарасын. 45 мыңға. 15 мыңға. 0-ге. Өлең емес бұл әше. Достар, бұл деген шынымен влог түсіретін екен ғой. Басы отырсын. Кетеге азмат, кетеге вообще басқа видео болып кетеді. Сол кезде вообще видео болып кетеді. Сол үшін құрметтеп лайк басып кетіңіздер, достар. Сразу екі видео саламын екен де. Мен бүгінгі видеоны 15 минуттан кейін бітіретін шығармын. Просто қазір маған ұйықтау керек. Содан кейін ертерек сабаққа бару керек. Сабақтан кейін барып кешкі обед ішу керек десең. Кешкі ас істеуім керекпін. Түскі астан кейін мен телефон шақыру керекпін. Телефоннан кейін мен сабақ қарау керекпін. Сабақтан кейін қайтадан ұйықтау керекпін да видео түсіру керекпін. Осылай жалғасады міндетім. Неге жалғасады еще бітпейді ғой, мен бірақ қаралап жүрген аяқты ішпіз. Достар, мен сендерге бір қызық оқиғаны айтып берейін, бір отырып алайын. Вообще өлім жоқ деймін. Достар, мен сіздерге бұрында қорқынышты оқиғаны айтып берейін. Достар, мен ол кезде мамамның бәрі қалаға кетіп қалған. Сосын мен бір өзім үйде отырмын. Сосын бір көрпе төсегімді алып алғанмын ғой. Кезде кеш болды, ұйықтайын деп жатырмын. Тәтелердің бәрі ұйықтап қалғанда, мамам папам кетіп қалған. Сосын тәтем де бір жерге кетейін деп жатыр. Ұйықтап тұрып кетейін деп жатыр. Үйде жалғыз қала бер. Мамалар қазір келеді деп айтты. Мамам тағы ертең кетіп қалған.
Сол кезде уже тәтем кеткеннен кейін тәтем еще маған телефонын қалдырып кетті. Сол телефон шоқлап отқан кезде арғы жақтан бір дауыс естіледі. Сол дауыс естілгеннен кейін бар ғой достар, дауыс естілгеннен кейін жестко бүйтіп қорқып кетемін ғой. Үйде ешкім жоқ сол кезде. Сосын барып короче ана жақтан біреу зың етіп өткен сияқты болады. Мен қарап отырамын, қап-қара ақ бірден көтіп кетеді. Сосын түсінбей отырамын да, ол кезде кішкентаймын. И сосын сол кезде дәл қорқып жатқан кезде мамам мен папам келіп қалады ғой. Ол кезде көрпешенің астына тығылуға аз қалдым ғой. Уже далаға шығып кетеді немегер. Тағы да солай көрінсе. Сосын бар тағы да бір достар қорқынышты оқиғам бар. Оны есіме түсіріп. Достар, міне. Мен бұрында мектепте өзім күнде қайтатын едім ғой. Сосын достарым қайтып бара жатырмын, достарымсыз. И сосын сол кезде мен жолда келе жатамын да. Жол қап-қараңғыда. И сосын мектептен қайтып бара жатамын. Бір өзім алдымда ешкім жоқ та. Сразу бір машина өтеді. Ол кезде машиналар онша қатты өтпейді. Бірақ сол жестко қорқынышты. Өткенде ешкім жоқ та, сен еще машина өтіп бара жатыр жаймен. И сосын соны қарап отыр ғой егесі. Сол кезде артқа қайтып кеттім достар. Сосын 5-6 минут тұрды сол жерде. Темекі шегіп, сосын барып кетіп қалды. Сосын жолыма кете бердім. Сол кезде жестко қорқынышты. Мына жерде алып кетсе жаман болатын еді. Сосын достармен болған тағы да соңғы оқиғаны айтып жіберейін достар. Ол кезде досыммен бірге қайтып бара жатырмын да. Сол баяғы түнде қайтып бара жатамын. Қайтып бара жатқан кезде осыған ұқсас дәл сонда тағы да бір машина тоқтап тұрды. Ар күні ма ол болды жақында. Сосын мен қайтып бара жатқан кезде содан да біз артқа қаштық. Өйткені айттым ғой, мен жаңа айттым ғой, артқа қашып кеттім. Осыдан дәл артқа қашып кетті. Өйткені Ерланға досыма айттым. Досыма айтқаннан кейін ол айтты, давай артқа кете салайық қазір деді. Сосын бірақ ол кішкене бір-ақ минут тұрды да кетіп қалды деп ойлаймын. Біз ол кезде еще футболдан қайтып бара жатқанбыз, ДШ-дан. Сол ДШ-дан қайтып бара жатқан кезде еще біз алдыға келе жатамыз. Еще ана машина басқа жаққа парковка жасап қойған екен ғой. Деген сол төл қасын өтіп бара жаттық қой сол машинаның. Бірақ бізге немене шошып кеттік. Мен қорқынышты оқиғам бітті достар. Даусым кішкене қосып бастайын. Бұл треш жалғасты десең. Ана жақта жиналып қалған шығар еді. Кет. Бұл жерін мені қалған. Купить комнату. Апгрейдер. Стены. Окна. И сразу бітіп қалды ғой. Дедім мен жеті еқпақ болып кетті достар. Достар осымен енді десің. Достар, осымен менің ютубе тайконым бітті.